Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Отбасымыз аман, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Әумин деп пікір бөліміне қалдыра кетіңіздер. Әрбір пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Алдын ала көп рахмет. Адам пенде болған соң, күнә жасауға әуес пе? Әлде әйел о бастан күнәһар ма? Мен өмірге 1941 жылы келіппін. Әкем сол жылы соғысқа кетіп оралмады. Анам сол замандағы көптеген жесірлердің бірі болып, 2 ұл, 2 қызын өсіріп жеткізді. Анам ісмер, пысық әйел болғандықтан бізді де өзі білген шаруаларына үйретіп, еңбекке баулыды. 4 баласында білімге қызықтырып, оқығанымызды талап етті. Мен сол заманда 1961 жылы техникумда оқып, сатушы мамандығын игергенмін. Алматыда керемет гастрономда жұмыс жасап 25 жасқа дейін тұрмысқа шықпай жүріп қалдым. Мен сондық сұлу болмадым. Менімен танысып, араласқан жігіттер қасымдағы құрбыма үйреніп, талай жыладым. Ақыры жігіттерге көңіл бөлмейтін болдым. Еңбекті адал әрі мұқият орындағанымның арқасында мансабым көтеріліп, білдей бөлімнің меңгерушісі болдым. Үлкен бастығымыздың аяқ астынан әйелі қайтыс болып, бір қызымен қалды. Ұжымдағы бойдақ қыздар бастыққа қырыңдап, тұрмысқа шығуға үміттеніп жүрді. Менде сондай үмітте болмады. Арада 2 жыл өтіп, бастығым топырлаған қыздарға көңіл бөлмей, өз қайғысымен өзі жүрді. Естуімше қызы науқас, күтім керек. Жиі емханаларға барады екен. Мен 27-ге толып, кәрі қыз атанып тұрмыс құрудан мүлдем күдерімді үзгенбе болатымын. Адам ағзасы өзіне керегін өз уақытында қалайды екен ғой. Қалағанын бермесең ауыртып мазаңды алады екен. Менде денсаулығым дұрыс болмай дәрігерге қаралуға барсам, айналайын-ау, сені әйел қылып жаратқан соң, қатынаста болып, бала сүюің керек. Бұлай жүре берсең ағзаң ауырады, қазіргі дертіңнің емі жыныстық қатынас. Алматы заманауи қала, қазіргі уақытта өз денсаулығы үшін көңілдес тауып, өмір сүріп жатқандар бар. Қысқасы өзгеріс қажет деп шығарып салды. Мен емхана бұрышында өмірге өкпелеп жылап отырсам, бастығым қасыма келді. Талжан Қуаныш қызы, сізге не болды дейді. Мен бастығымды көріп одан ары жыладым. Талжан, айтыңызшы, сізге не болды? Мен көмектесе аламын ба? Деді қасыма отырып. Мен бастығыма қарап отырып, маған дәрігер, тұрмысқа шық, қатынаста бол, бала тап. Сонда ауырмайсың дейді. Мен кімді табам? Кімге жабысам? Сіз маған үйленер ме едіңіз? Деп еш қысылмай айттым. Бетімді басып жылай бердім. Біраз үнсіздіктен соң бастығым, мен сізді аламын. Сіз қызыма ана бола аласыз. Бола аласыз ба? Демесі бар ма? Жылағаным бірден басылып бастығыма ойлана қарадым. Бастығым өте сымбатты еркек. Сонымен қатар мықты меңгеруші беделді азамат. Мен естіп отырғаныма сенбей үндемей қалдым. Бастығым да ойлы көзбен қадала қарап, Талжан Қуаныш қызы, сіз менің ұсынысымды қабыл аласыз ба? Деді. Таң қалсам да басым дезедім, артық сөз айтылмай ертесін неке қиюға арыз жаздық. Бастығымның есімі Құрметжан еді. Араға 2 ай салып, біз үйлендік. Ұжымдағы қыздар таң қалды. Құрметжан ол кезде 35 жаста болатын. Құрметжанның қызы 5 жаста еді. Есімі Данагүл. Қыз бірінші күннен ақ мені жақын тартып, біз тез бауыр бастық. Сүп-сүйкімді Данагүл тәп-тәтті, мен жақсы көріп кеттім. 3 ай өтпей менің де аяғым ауырлады. Құрметжан ұл күтіп мені аялаумен болды. Өкінішке орай мен өмірге қыз әкелдім. Құрметжан біраз ренжігендей болғанмен, Данагүлдің қуанғанын көріп тез басылды. Данама сырлас болатын болды. Келесі нәресте ұл болса деп аймалап сүйіп қояды. Мен қызымды қиналып босанған соң келесі бала көтергенге асықпадым, қорықтым. Жасым ұлғайып босанғаным өте ауыр болған еді. Енді тумаймын деп те шешкен едім. Бірақ араға 10 ай өтпей мен көтеріп қалдым. Құрметжаннан бұрын мен ұл күттім. Тағы да қыз өмірге келді. 3-ші қызға Құрметжан қуана қоймады. Қарым қатынасымыз өзгермегенмен, Құрметжанның ұл аңсап жүргенін сезіп те жүрмін. 5 жылдай үйде қыздармен отырып, сосын жұмысыма шықтым. Байқасам жас қыздар Құрметжанды айналшықтап жүр.
арманы ұл сүю. Құрметжанда кетер емес екенін сезем. Ақыры бір бойжеткеннің жүкте екенін де естідім. Ішім күйіп, түнді таңға қосып жылаумен болдым. Жанжал шығармай ақырын тостым. Құрметжанда жымын білдірмей өмірге келер баланың кім екенін тосып жүргенін де сездім. Ол заманда қазіргідей ұзый жоқ, нәресте өмірге келгенде ғана жынысы анықталатын. Бір күні көңілдестің қыз туғаны құлағыма жетті. Құрметжан жымын білдірмей келіншекті де қызды да жоқ қылды. Мен оларды қайда жібердің деп сұрамадым, өлтіріп тастамағаны анық. Араға жыл салып ол келіншектің басқа еркекпен қол ұстасып, нәрестені көтеріп кетіп бара жатқанын көрдім. Анықтасам, келіншек біздің дүкенде жұмыс жасаған жігітке қосылған екен. Келіншек те ақымақ емес екен, Құрметжанға жағдайын жасатқызып алыпты. Алматының қақ ортасынан пәтер алғызып, ішін жиһазға толтырып жинақ қорына қомақты ақшада салғызыпты. Сол жағдайдан соң Құрметжан біраз уақыт ұл деп келіншектермен көңіл көтеруді тоқтатқандай болды. Қалтасы қағылып, былығы шығып қала жаздап әрең орында қалды. Ол заманда отбасын бұзушыларға қатал жаза қолданып, жұмыс орнынан алып тастайтын. Құрметжан жанталасып келіншектің аузын жауып, сөз шығармапты. Арада 10 жыл өте шықты, мен 40-қа да шыққан едім. Құрметжан 50-ге таяп қалған. Ұрпақ туралы ашық айтпаса да ол ұл перзентті сүюді арман қылып, ұл туып берсең менен бақытты жан болмас еді деп кездесетін. Мен қартайдым, енді қайдағы ұл саған деп айта алмадым. Аллаға жалбарынып ұл сыйлауын тілеп жататымын. Аяғым ауырлағаннан менің де мазам кетті. Құрметжанның да мазасы кетті. Ол уақытта менің беделім асқақтап, талай адам танитын. Әйел дәрігерлері құрақ ұшатын. Себебі бүкіл импорт менің қолымда еді. Босануға уақытым жақындағанда мен босандыра дәрігерімге арнайы бардым. Құр қол емес, қымбат бағалы киімдерім де бар. Жеке бөлмеде отырып дәрігермен ашық сөйлестім. Әлия Серікқызы, менің сізге бұйымтайым бар едім. Әлия ойлы көзбен қарап отырып, айтыңыз деді. Әлияш, сенің қолыңнан бәрі келеді. Сен маған көмектес, мен аянып қалмайын дедім. Қолынан ұстап. Нақты айтсаңыз, маған ұл керек. Талжан Қуанышқызы, ұлды мен қайдан алам? Деді көзі бақырайып. Мен тез құлағымда алтын сырғамды шештім де қолымдағы алтын сақинаны суырып алдым да Алияның алақанына салып, сіз амалын табасыз. Мен сенем. Маған ұл ауадай қажет, жасым болса келді, енді тағы да ұл туам деп келгім келмейді. Шаршадым. Күйеуімде ұлдың ұрығы жоқ, ол оны түсінбейді. Әлия Серікқызы, мені түсініңізші. Бір амалын тауып маған ұл деп сөзімді аяқтамай жылап жібердім. Әлия біраз ойланып отырды да, сіз ауруханаға ертерек жатуыңыз керек. Сосын мүмкін ұл туып қаларсыз деп көзін қысты. Мен мәз болып қуанып кеттім. Үйімде 4 күн болып, сосын дереу ауруханаға ауырып түстім. Ауруым өтірік еді. Мен ішімдегі қыз екенін сезіп жүрдім. Ауруханада бір апта жаттым, ол қалай пайда болады деп ойлап та жүрмін. Бір кеште Әлия күлімдеп бөлмеме кірді. Кірді де, Талжан Қуанышқызы, сіздің қасыңызға келетін әйел мен білсем ұл туады. Іші үшкірленіп тұр. Қасыңызда жатсын, оның толғағы басталғанда сізге де толғақ шақырар екпе саламыз. Қатар босанасыздар, арғы жағым мен шешем деді. Қорықсам да мен басымды изедім. Әдемі жас келіншек білінер білінбес үшкірленіп келген ішімен қасыма келіп орналасты. Мен қарап жатып, мына ел бүгін ертең босана қоймас деп ойлап қоям. Өзімнен өзім уайымға салындым. Қалай болады? Не болады? Уақытынан ерте шақырған толғақ қалай болады? Жаным қалама, мына елде қыз туса, мен не істеймін? Бала ауыстыру деген ойым дұрыс па, бұрыс па? Деп те жылап талдым. Қасымдағы әйелге қарамауға тырысам, әйелге қарасам ойымды оқып қоятындай. 2 күн бір бөлмеде жатсақ та мен ол келіншекпен танысып тіл қатпадым. Келіншекті бірінші нәресте екен, жас әйел аздап уайымдағанмен ана болатынына қуанып, нәрестесін асыға күтуде. Терезеден келушілермен сөйлесіп ары-бері жүреді. Ол заманда топырлап келушілер ауруханаға кірмейтін. Босанғалы жатқан бөтен әйелдің айқайлаған даусын естісе, бейшара жас әйел қорқып кетеді. Осы жөнсіз бақырып, күштерін неге кетіреді екен? Күшті ішке салып айқайламай туса, балада аман, өзі де аман болатынын білмейді.
Айтып жатсаң естімейді, тыңдамайды деп Әлия Серікқызы келіншекті тексеріп айтып отыр. Сонда Әлия апай, айқайламай босану керек пе деп келіншек сұраулы көзбен қарайды. Я алтыным, босқа шыңғыра бермей аз тістеніп, болмаса бір қатты затты тістеп босансаң, сол дұрыс дейді. Әлия келіншектің ішін сипалап, мен тыңдап жатып, бұл сөзге таң қалдым. Босанар кезде жаның көзіңе көрінгенде қалай айқайламауға болады деп ойлап қоямын. Мысалы, мына орамалды қатты етіп бүкті де соны тісте. Дәрігердің айтқанын тыңда, болды, аман сау босанасың. Рас қой, айтыңызшы. Сіз үшінші баланы босанғалы жатсыз? Қызға айтып қойсаңызшы деп Әлия маған қарап көзін қысты. Мен сасқалақтап, иә, күшті босқа кетірмеу керек дедім. Талжан Қуанышқызы, сіз жас келіншекке ақыл кеңес көп айтыңыз. Қанша дегенмен сіз анасыз, бәрін білесіз. Деп маған да жақындап, ішімді сипаған болып сыбырлай тіліңді алғыз. Айтқаныңа көндір деді де. Жастар дәрігерлерді тыңдай бермейді, бақырма десең бақырып, тамақтарын жыртып, одан қалса басқа жерлерінде жыртады деп, келіншекке қарап қабағын көтеріп шығып кетті. Содан кейін жас келіншек мені сұрақтың астына алды. Әйел ағзасына байланысты түрлі жағдайларда әңгіме қылды. Босану қиын болғанмен сондық жан алатын нәрсе емес екенін түсіндірдім. Сабырлы болуын, төзімді болуын айтып, өзіме тарттым. Апай, сіз маған көмектесесіз ғой, иә? Мен аздап қорқамын дейді жас келіншек. Әрине, мен қасыңдамын ғой. Айтқанымды істесең бәрі жақсы болады. Дәрігерлер олар күн сайын әйелдерді босандырып жатқан соң сенің ауырып тұрғаныңа мән бермейді. Олар бала шығатын кезде ғана көмектеседі. Ал ащы толғақты сен шыдап көтеруің керек, деп қоям. Бейшара келіншек менің айтқаныма көніп, маған қатты сенді. Араға апта салып, келіншектің толғағы түске жақын басталды. Іші ауыра бастағанда есі шығып, алдымен дәрігер шақырып айтты. Перзентхана дәрігерлері шынымен де салқын қанды болады ғой, кезектегі акушер келіп бақылады да. Бұл толғақ осылай басталады, шыда деп шығып кетті. Мен келіншекті шырайын алып қолдау берудемін. Толғағы жиілей бастады. Келіншектің толғағы басталғанда Әлия ауруханада болмады. Менің мазам кетіп, оның үйіне телефон соқтым. Ол үйінде де болмай шықты. Басқа дәрігерлерден Әлия қашан келеді деп қайта-қайта сұрап мазаларын алдым. Әлия Серікқызының кезегі ертең деп келте жауап береді. Келіншек шыдамай қайта дәрігер шақырды. Дәрігерлер қарап, әлі қайда, таң ата босанасын деп кетіп қалды. Мен келіншектің белін сипалап, сіңінім, сен шыда. Саған Әлия Серікқызы не айтты есіңде ме? Төзімді бол. Төсегіне жата ғой, жүре берме құлап қаласын деп төсекке жатқыздым. Менде уайым басталып, оны да аяп, есім шығып тұрып, өз ішім ауыра бастағанын сездім. Ол кезде сенуді да білмейміз ғой, Құдай жоқ деген тәрбие алғанбыз. Анашым деп айтатынбыз. Сол сөзді қайта-қайта іштей айтып, келіншекке қарап, төсегіме жатпай тұрмын. Келіншек болса қара терге түсіп, жаны қиналып айқайлауға шамасы да жоқ, төсегінде жатыр. Мен дәліздегі қалалық телефонмен Әлияға қайта қоңырау шалдым. Ол көтерді. Сіз қайдасыз? Келіншек босанатын болды дедім, даусынан танып. Мен барамын, даусын шығартпа, дәрігерлерді шақырма. Бөлмеңнен шықпа, оны да шығарма деді зілді дауыспен. Сағат түнгі 12 болатын, ары бері жүрген адам азайып, бәрі жатуға ыңғайланған. Таң қалғаным, кезекті акушер босанар келіншекке қалайсың деп келмеді. Толғағы басталғанын білсе де медбикелерде хал білмеді. Дәлізде кезекші медбике отыр, қағаз шималаумен бас көтермейді. Мен қасынан өтіп бөлмеме келдім. Келіншек төсекте шалқасынан жатыр. Аздап ыңырсып қояды, уақыт өткен сайын толғағы жиілеп барады. Сәлден соң суы кетіп, сәл басылғандай болып, келіншек тынышталып қалды. Апай, мен сүйіп қойдым ба? Астым су, дейді әлсіз дауыспен. Мен қарасам суы кетіпті. Сен уайымдама, ол суы ғой кеткен, енді аш шыдасаң босанасың деп аузына жылы су бердім. Келіншек маған үмітпен қарап судан аса қашты. Сен демал, сәлден соң толғақ қайта басталғанда босанасың. Қазір күш жина демал, деп шашынан сипап жанынан отырдым. Келіншек басын изеп кең тыныс алып жатыр. Сәлден соң толғақ қайта басталды. Арасы 10 минут, сосын 5 минут болып жиіледі. Толғағы қатты болып, жаны қиналып ақ жатыр. Әлі жоқ, есім шықты. Есікке барам, қайтып келем. Бойымды қорқынышта беліп кетті. Сағат түнгі 3, мен келіншекке жақындап,
Айналайын, сен шыда. Аз қалды шыда. Мен дәрігер шақырып келем, мына шүберекті тісте. Күшіңді айқайлап кетірме деп. Келіншектің аузына қалың орамалды бұрап тістеттім де. Өзім өз толғағыма әрең шыдап дәлізге шықсам, бәрі тып-тыныш ұйықтап жатыр. Жылдан басып босанар бөлмеге кірдім, ешкім жоқ. Енді бұрылып шыға берсем, Әлия Серік қызы жылдан басып келе жатыр. Ол саусағын мұрнына апарып, тыныш деген белгі берді де. Босанар бөлмеге кіріп, қолын жуып халатын киіп, құрал саймандарды алды. Мені жетектеп өз бөлмеме ертіп келе жатып, басталды ма деді. Иә, келіншек қатты қиналып жатыр деп, артыма қарап едім. Тыныш, бас аяғыңды, дыбысыңды шығарма, деді тістене. Міне, бала шыққалы толқыныспен келе жатыр. Менде де басталды, бала шыққалы келе жатыр дедім, сыбырлап. Үшінші бала болған соң анық біліп. Оқу, ол жақсы, өте жақсы. Жылдан бас аяғыңды, деп сүйреле жүргізді. Бөлмеме әрең жетсем, келіншекте жанталасып күшеніп жатыр екен. Дәл сол уақытта менде күш қайдан пайда болды білмеймін. Әлия келіншектің аяғы жағына отырып, аяқтарын жинатқызып, тізесін қолымен тартқызып, күшен, бар күшіңді жинап күшен деп, ішін сипалай, баланың шығуын күтті. Маған келіншектің аузына шүберекті тістет деген көрсетті. Мынаны қатты тістеп, күшен жарайма, ашы да, қазір бала шығады деп келіншек аузына шүберекті итерем. Бейшара әйел шүберекті құшырлана тамырлар дүрдейіп тістеп, деп бар күшімен салып күшенуде. Өзім қара терге түстім. Баланың басы көрінді, күшен, деді. Әлия ыңғайланып отырып, келіншек жанталаса көздері алайып, соңғы рет қара терге түсіп күшенді. Бала тез шықты, ол екен. Келіншек талып кетті. Менің де дәрестен шығуға ыңғайланды, мен есеңгіреп еденге қисайып тұруға шамам келмей жаттым. Әлия тез қозғалып еденге көрпемді түсіріп, мені соған ыңғайлап жатқызды. Мен де тістене дымымды шығармай үшінші қызымды босандым. Басым айналып, әл-дәрменім құрып бара жатты. Әлия алдымен менің қызымның кіндігін кесті, сосын ұлдың кіндігін кесіп, ұлды менің бұтымның ортасына салды. Қызымды алып келіншектің бұтына салды. Сосын тез қозғалып келіншектің білегіне екпе салды. Мұрнына мүсәтір истеткізіп, есін жиғызды. Келіншек есін жиғанмен ештеңе түсіне алмай жатыр, маған қарап қояды. Екі нәресте де қатты шырылдап жылады. Келіншек менің аяқ жағымда жатқан ұлынан көз алмай жатыр. Мен сол көзқарастан қорқып кеттім. Бойымды қорқыныш билеп қалшылдап кеттім. Әлия келіншектің белін көтеріп, қалың бір затты қойды да, мені шапалақпен бірнеше рет ұрып, тез орнынан тұрып, есікті айқара ашты. Тірі біреу бар ма? Қайдасыңдар? Деді қатты дауыспен. Әлия тәлтіректеп есікке сүйкенді, ол да қара терге түсіп кетіпті. Шырылдаған екі нәресте дауысы жаңғырып естіліп жатты. Балалар ауысып аналарынан айырылғанын сезгендей тоқтамайды. Жүгіріп келген дәрігерді көріп, мен де есімнен танып кеттім. Есімді жисам, дәрігерлер қаптап жүр, мені төсекке жатқызыпты. Басқа бөлмеде жатыр екенмін. Медбике жақындап үңіле қарады. Келіншек аман ба? Дедім қасыма келген медбикеден. Ойбай, сіздер не білдіргенсіздер? Деді көзі бақырайып. Келіншек аман ба? Дедім сілтене. Аман, ана ел не айқайлауды білмейме? Сіз еденде босанып есті шығардыңыз, ойбай-ау. Шандарың көздеріңе көрінсе де дыбыс шығармағандарың не? Деп медбике басын шайқады. Ұлым қайда? Дедім жан-жағыма қарап. Ұлыңыз нәрестелер бөлмесінде, балалар дәрігері қарап жатыр, деді медбике бетіме қарап. Келіншектің баласы ше? Дедім, қызы деп айтуға аузым бармай. Келіншек қыз босанды. Ол жарады, бірінші рет босанса да мықты шықты. Іші кішкентай болып еді, қызы 4 келі, бойы 54 сантиметр. Қай жеріне тұққан? Деп күлді. Ұлым қанша келі? Дедім ұялсамда. Ой, сіздің ұлыңыз 1 килограмм 900 грамм, деп қарқылдап күлді де. Бойшаң болатын көрінеді, есесіне бойы 52 сантиметр. Әрі салмағы көп болса да еденде босана алмас едіңіз, деді. Әрі қарай кетті. 2 сағаттан соң бөлмемізде тазалап бізді әкелді. Келіншек өте бақты, мәз болып маған қарайды. Мені төсегіме жатқызып, қыздар шығып кетті, ал енді келіншекке қарай алмаймын. Теріс қарап алып жылаймын, орнынан тұрғым да келмейді. Апай, сізге көп рахмет. Сіз маған көмектесем деп жүріп, өзіңіз де менімен қатар босандыңыз. Сіз мықты екенсіз, деп келіншек алғыс айтуда. Мен жауап қатпай теріс қарап жылап жатырмын.
Апай, ыстық шай ішесіз бе дейді. Мен қолыммен жоқ деп белгі бердім. Апай, сіздің көмегіңіздің арқасында мен еш жерімді жыртпай қызымды туыппын деп күліп, шай ішіп отырғанын естідім. Әлияға басқа бөлмеге жатқыз деп айтпағаным ай деп де ойлап қоямын. Нәрестелерді әкелгенде амал жоқ, басымды көтердім. Ұлымды ұстап отырып көз жасымды тоқтата алмадым. Апай, неге жылайсыз? Деп келіншек қызына мейірлене қарап емізе бастады. Баланы әкелген медбике апай ұл туғанына жылап отыр. 3 қыздан соң көрген ұлы ғой, деп мен үшін жауап берді. Мен басымды изеп қолдағаныммен жылағанымды тоқтата алмадым. Сүтім де жоқ болып, ұлымды емізе алмадым. Келіншек аз қиналып, сосын үйреніп алды да қызды тойғызып емізіп берді. Алдыңғы қыздарымда сүттен кенде болмап еді. Мен қатты састым. Шай қойып сүтпен шай іштім. Хәл сұрап келгендер әкелген сорпадан да іштім, сүт жоқ. Келесі 2 сағаттан соң нәрестелерді әкелгенде тағы да сүт шықпады. Қасымдағы келіншектің керісінше сүті көбейіп, қызы тауыса алмай кеудесін керіп ауыртты. Акушер Әлия Серік қызы қытықтап кіріп, Талжан Қуаныш қызы, балаңызды мына келіншекке емізуге берсеңізші, қарасаңызшы, келіншек қиналып жатыр ғой, деді келіншектің кеудесін саусағымен басып-басып. Қалға, Талжан апайының ұлын емізіп берші. Өзіңе де жақсы болады, балада уыз емсін деп өтінді. Келіншек таңырқай қарап басын изеді. Нәрестелерді әкелгенде ұлым шырылдап, сүті жоқ емшекті ары сорды, бері сорды. Жылап есімді шығарады. Келіншек қызын тойғызып емізіп болды да ұлымды қолына алды. Менің жаным шығып кетердей болып әрең бардым. Қорқыныш пен қызғаныш қатар келді. Келіншек баланың бетіне қарағанда зәрем ұшты. Танып қояма деп қалшылдап кеттім. Келіншек мейірлене қарап күлімдеп отырып емізуде. Нәрестелерге арналған шағын бесік тәрізде төсекте пысылдап ұйықтап жатқан қызыма көзі қиығыммен жасқана қарадым. Тәп-тәтті, сондай сүйкімді. Періште жатыр. Өзі аппақ жаңа туылған бала көкшілдеу бір түрлеп мұжық-мұжық болушы еді. Мына қыз балапан ақтайып топ-томпақ. Ішімнен толқып өксіктеу шығып, бақырып жылап жібере жаздап, бөлмеден ытқып дәлізге шықтым. Дірілдеп жанымды қойырға жер таппай кеудемді тырналап, қайда барарымды білмей ары-бері жүрдім. Мен алыстан бақылап қарап тұрған Әлия Серік қызы тез қасыма келіп, білегімнен қатты қысастап, өз бөлмесіне жетектеп апарды. Мен сол жерде өкіріп жыладым. Әлия аямай бетімнен салып кеп қалды. Мен жалп етіп диванға құлай отырып едім. Екінші мәрте қол сыртынан салып жіберді. Сен не? Есің ауысқаннан саумысың? Сен бәрін білдіріп алып, енді райыңнан қайтпақсың ба? Деді екі иығымнан серкілдеп. Мен ықылғатып сөз таппай бақырайып шошып қарап отырмын. Мен сенің арманыңды орындайым деп өз басымды көтеріп, қатерге тігіп, анандай жолға бардым ғой, деді сыбырлай күшене. Сен ғой ұл тауып бер деген, деді қайта жұлқылап. Мен басымды изедім, Әлия тістеніп, көздері қорқынышты болып. Ұлыңа риза болды. Бар мейіріңмен махаббатыңды соған бөлде өмір сүр. Ана келіншекте оның күйеуі де қыз балаға мәз, олар бақытты. Сосын ол келіншек әлі жас, оның күйеуінде ұл ұрығы бар. Ол әлі ұлды да қызды да болады. Ал сенің тағы да бала тууға шамаң бар ма? Жасың нешеде? Күйеуің шал болды ғой, енді ол тұрмақ, қыз ұрығы да қалмаған шығар, деді тістене. Мен тағы да басымды изедім. Талжан, сен жасаған жақсылықты ұқ. Құдайым өзі саған жәрдем болды. Қайта екеуіңде 2 балақайда аман саусыңдар. Егерде біреуіңе бірдеңе болғанда мен не болар едім? Нәресте не болар еді? Ойлаудың өзі қорқынышты, деді иығымды жіберіп. Маңдайын қатты уқалап, түрі қатқылданып. Сенің ойынша мен осы жерде осындай тірлік жасап жүрген жан шығармын? Жоқ, Талжан, жоқ. Мына жасағаным алғашқы және соңғы әрекетім. Ендігі әрі бұлай бала ауыстырмаймын. Мен қатты өкініп жүрмін. Маған оңай деп беді? Мен де белшеден күнәға баттым ғой, деп креслосына отыра кетті. Мен тез тұрып, қасына бардым да. Әлия Серік қызы, сізге алғысым шексіз. Мен аузымды ашпаймын, есімді жиям болды дедім. Әлия шық дегенде көзімен есікті көрсетті. Бөлмеме келсем, ұлым тойып алып, томпайып ұйықтап жатыр екен. Келіншекте кеудесі босап, ауырғаны басылып, терең ұйқыға кетіпті. Екі нәрестеге кезек қарап, іште кешірім сұрап, мен де қисайтым. Ол кез ауруханада 1 апта ұстап, баланың кіндігі түскен соң шығаратын. Осы 1 аптада ұлымды өз анасы емізді.
Соңғы күні сүтім келіп өзім еміздім. Ұлым алмай біраз қинады, келіншек менен бұрын шығып кетті. Дәл қоштасып кетіп бара жатқанда ұлымның шыңғырып жылағанын есту мүмкін емес еді. Балақай, мені қимайтындай жылағанын қара. Шалғас, сен жылама, өз анаңа да сүт келді. Сен аш қалмайсың деп, келіншек күліп ұлының бетінен өз аз сипалап ескеді де. Жылама, қоя қой. Сен үлкен мықты керемет азамат болып өз жарайма деді. Қарап тұрып өз көзіме сенбедім. Ұлым көзін алмай жылағанын тоқтатып, тыңдаған тәрізді. Келіншектің бетінен сүйіп, қызды искемедім. Тек сыртынан сипалап. Аман болыңдар, рахмет саған, бақытты бол дедім. Сізге де рахмет. Қыздың есімін кім деп қойдыңдар дедім. Екі есім таңдап отырмын, бірі Әсем, екіншісі Айна. Апамыз бар, сол кісі өзі қояр деді күліп. Қызымның есімін де білмеймін, мен қалдым. Келіншек кеткен соң ұлым емшекті болды. Баланың салмағы аз болып, біз перзентханада 10 күн жатып шықтық. Құрметжанның төбесі көкке екі елі жетпей, бақытқа бөленді. Маған деген құрметі артып аялай білді. Асты үстіме түсіп қалағанымды орындады. Ұлына шілдехана той жасап есі шықты. Бір жас тұсаукесер, тіпті сол уақытта жасай бермейтін сүндет тойда жасалды. Біз бақытты болдық, Құрметжан ұлына қуанғанмен ұлға қатты жақындамады. Керісінше қыздарына тым жақын болып кетті. Ер адам ұлға еміренбеді ме деп ойладым. Әр тойды мақтанышпен атап өткені болмаса ұлын көтеріп, құшақтап жүрмеді. Үйге ұл келгеннен соң 3 қыз бақытқа бөленді, әкелері үшеуіне тым жақын болып, айтқандарын істейтін болды. Қыздарға көңіл бөліп, көңілдерінен шықты. Әкелерінің сол әрекетіне қыздар да риза болып, өте мейірімді, біріне бірі жақын болып бойжетті. Ұлымыз Жалғасты 3 апайлары да қатты жақсы көрді. Үлкен қыз Данагүл өз баласындай қарап, тым жақын болды. Олардың жас аралығы 16 жыл болған соң, әсте бір ана мен бала тәрізді. Мен ұлым деп мақтанышпен, жүрегіммен шынайы жүрегім елжіреп жақсы көре алмадым. Данагүлдің махаббаты болмаса қалай болар еді? Өз ұлым емес екені итерді ме? Әлде қателігім солай кедергі жасады ма? Әйтеуір емірені алмадым. Әншейіндегі туысымның баласына болатын махаббатпен былай жақсы көремін. Өз ұлыма деген ыстық махаббат оянбады. Мен бұл балаға риза болып, басқа балаларынан артық жақсы көруге тиіс едім. Жалғасым бәрімізге бақыт сыйлады ғой. Талжан, сен не деген қатыгезсің деп те өзіме ұрсамын. Ауырса көз ілмей қарадым, жарқыратып киіндірдім. Барымды беріп бақтым, дәмді асын әзірледім. Қалағанын алдына қойдым, көңілінен шығуға тырыстым. Бірақ құшақтап, еркелігін көтер алмадым. Жұмысқа тез шығып, ұлға аз уақыт бөлдім. Ұлымыз сұлу, ұзын бойлы, тәрбиелі, бауырмал, сонымен қатар еркелеу болып өсті. Оқыды, мамандық игерді. Қыздар шетінен өз өмір жолдарына түсіп, отбасылы болды. Жиенді болып, құда жекжатпен араласып өмір сүріп жүріп жаттық. Заман өзгерді, қайта құру басталып, Алматының мықты мекемелері жабылып, мен жұмысымда ілініп салынып зейнетке шығар уақытқа да жеттім. Құрметжан зейнетке шығып үйде болатын. Ұлымыз Жалғаста жоғары оқуының соңғы бөлімін оқып жүрген. Әке, мен дипломымды алмай тұрып үйленсем қалай болады деді. Құрметжан баласының үйленгенін тосып ақ жүрген. Қуана баласының басына ескеп, ол деген жақсы ғой, ұлан асыр той жасаймыз деп арқасынан қақты. Олай болса, анашым, мен бүгін кешке қызымды ертіп келем. Сіздер таңғалатын боласыңдар деді. Неге таңғалуымыз керек, балам? Дедім мен ойланып. Кешке келгенде көресіз деді. Мені қатты құшақтап бетінен сүйіп. Өзімше сен үшін ару шығар, соған таңғалады деп жүрген боларсың. Ай, балам, ай, ғашық болып қараған бір басқа қасиет қой, деп қойдым. Дастархан әзірлеп, Құрметжан екеуміз елеңдеп күтумен болдық. Кешкі сағат 6-да Жалғас есік қоңырауын басты. Мен барып аштым да сілейіп тұрып қалдым. Жалғас қарқылдап күлді де, кір ұялма, деп қыздың иығынан құшақтай ұстап кіргізді. Қыз менің үлкен қызым Данагүлді қаптап қойғандай. Данагүлдің жас кезі. Қонақ бөлмеден Құрметжан шықты да ол да қызға қарап ойланып қалды. Сіздерге айттым ғой таңғаластар деп. Дана мамамнан айнымайды я, деді. Жалғас Данагүлді Дана мама дейтін. Данагүл негізі әкесіне қатты ұқсайды. Менің екі қызымның бет әлпеті маған келетін.
Мына қыз Құрметжанның дәл өзі. Кішкене кезінде Құрметжан Данагүлге қарап отырып, анасына еш жері ұқсамаған, Алла мені аяп, қызымды анасына ұқсатпапты. Мен Дананың анасын қатты жақсы көріп едім. Данагүлім анасына ұқсап өссе мен қиналар едім деген еді. Мына келген қыз Данагүл мен Құрметжан. О, тәубе. Сонда бұл кім екен деп ойлап отырдым. Қыз өте сыпайы, тәрбиелі екен. Есімі Айна. Таза алматылық, білімді. Ата-анасы 2 інісі бар екен. Айна күліп отырып, Жалғас менің әкемнің жас кезі інілеріме де ұқсайды. Мен Жалғаста алғаш көргенде тілімді жұтып, көз алмай қарап қалғамын. Дегенде менің жүрегім аузынан шығардай соғып кетті. Құлағым шыңылдап, басым ауырып, қолдарым дірілдеп, жүрегім қатты соғып кетті. Анашым, сізге не болды? Анашым, боп-боз болып кеттіңіз деп, Жалғас қасыма келді. Құрметжан телефонға жүгірді, жедел жәрдем шақырып, сосын су қойып, дәрі тамызып ішкізді. Мен сөзбен айтып жеткізе алмайтын жан күйзелісіне түстім. Келін келеді деп, сонша дайындалып еді. Қатты қобалжығандікі ме? Деп Құрметжан шошып қарап тұрған Айнаға айтқанда, менің ішімнен тағы да булыққан өксік шығып, жастарым ағып селкілдеп кеттім. Іште келін, бұл қыз, келін емес қызымыз ғой, деп жылаймын. Өзімді тоқтатада, тыныштандырада алмадым. Қыз жанашыр көзбен қарап, қолынан ұстағанда денеме от түскендей болды. Жүрегім қатты қағып, ауа жетпей кетті. Не деген өкінішті азап еді. Масқара, күнә, мен тозақ отына түскенде жанып барам. Қыздан қолымды тартып ала алмаймын. Қыз бетіне қарай алмай көзімді жұмдым. Сәлден соң есімнен танып кетіппін, есімді дәрігерлер жиғызып, ауруханаға дереу алып кетті. Мені ой жеп барады, не істеймін? Құдайым-ау, бұл әлемде басқа қыз жоқ беді. Айна менің қызым ба? Жалғасымды өз ата-анасына қоспақсың ба? Шындық шықса не болады? Мен Құрметжанға не деп айтам? Ойпырмай, ана келіншекпен қалай жолығам? Оның бетіне қалай қараймын? Ол мені бірден таныр, сосын балаларымыз ауысып кеткен бе десе. Жалғастың әкесін көрген соң Құрметжан не ойда болады екен? Не істеймін? Не болады? Әсем болмаса Айна деп есімін қоямыз деген. Айна деп қойған екен ғой деп ойлап ауруханада жатырмын. Екпелер салып, тамырыма дәрі тамызып, жатқызып қойдым. Ауа жетпей танысым тарылып, кеудем қысылып тұр. Менде ар-ождан азабы. Аурухана денсаулығымда оңалта алмай 15 күн жаттым. Оңалатын түрім жоқ, оған кедергі мені әр түрлі ой жеп жатыр. Ұлыма Айнаға үйленбе деп қалай айтамын? Айтсам да ол көнеме, Айнадан ажыратамын деп ұлымнан айырылам ба? Құрметжан не ойлар екен? Ол мені түсінем екен. Ай, құдайым-ай, қартайғанда қарабет болатын болдым-ау деп жылаймын. Талжан, сен қарабет болғанын қашан, міне сол ауыр жүкті көтеріп жүргеніңе 24 жыл өтті ғой. Жалғастың ата-анасымен бір қалада тұрып, көріп қалмаса екен, кездесіп қалмаса екен, деп балаңды жетектеп қыдырмадың ғой. Тіпті бүлдіршін кезінде цирк парк деген жерге өзің тұмшаланып, көзге көзілдіріп, басыңа бас киім киіп, Жалғасты қыздарыңа қосып, қасыңа жолатпай қуыстанып қорқумен болдың ғой. Қай жерден сол келіншек шыға қалар екен деп жүрегің қатты соғып, үрейің ұшып қиналды. Сол әйелге ұқсас әйел көріп қалсам ше, ол кезде денем суып, сосын тер бұрқ етіп, ауа жетпей кететін. Сосын Жалғаспен қыдырғанда мүлдем тоқтаттым. Талжан, қорқыныш үреймен өмір сүргенің аз беді. Енді сол сырды жұтып, өлуің ғана қалды. Өтіріктің жолы қысқа деп бекер айтпаған екен. Міне, өтірігің әшкере болатын кез келді. Ол масқарамен жек көрініші болғанша өлгенің артық. Құрметжаннан жаман балағат сөз естіп, қыздарының бетіне салық болып, ұлыңнан ашу, жек көру, сонымен бірге ауыр сөз естігенше, өл, сенде тек өлу қалды. Деп өзімді жеп, өмірге деген күрестен гөрі өлім шақырып жатты. Тағы да тыныс ала алмай кеудем қысылып, жаным қиналды. Өле салу соншалықты оңай нәрсе емес екен. Кеудеден жан шыққанның өзі азап екен ғой. Көзіңді жұмып өле салмайды екенсің. Қиналыс пен арпалыс, сөзбен жеткізу өте қиын. Ақыры ағзам қиындыққа шыдамай мен комаға түсіп кетіппін. Мен дәрігерлердің көмегімен 4-ші аптаға жетпей есімді жидым. Маған ажал келмей азабыңды осы өмірде тарт деп көзімді ашқызды.
Қайтем, ажал келмеген соң ақырындап адам қатарына қосыла бастадым. Тілім сөйлеуге келгенде Құрметжанмен сөйлесейін. Ол бейшара 70-ке жақындап қалған, қысымы жоғары еді. Қалай көтерер екен? Деп те ойлап қоям. Жалғасың не дер екен? Ата-анамнан айыратын сен кім едің? Деп бетіме түкірер ме екен? Қыздарым ше, қыздарым не дер екен? Ана сені сондай іске барады деп ойламап едік. Сіз арам жан екенсіздер деп тағы да ойға кетіп қалам екен. Дәрігерлер тыным жоқ, емдік шараларын жасап, көп уайымдамауымды өтініп әлек. Ал менде отбасыма қарар бетім жоқ. Түске жақын үлкен қызым Данагүл келді. Дакошым өте мейірімді жанашыр қыз болып өсті. Анашым, сізге не болды? Сіз мықты жан едіңіз, алтын анашым. Сіз бізге керексіз. Барша бала шағаң, шендерің уайымдап күтіп жүр. Сіз бізді қорқыттыңыз, деп қайта-қайта құшақтап, сүйі. Өзінің де көңілі босап, көзінен жастары ағып отырды. Әкеңнің денсаулығы жақсы ма? Анашым, сіз тәуір болсаңыз, әкем де уайымға салынбайды деп, қызым бірдеңені жасырғандай болды. Әкеңе бірдеңе болды ма? Сен жасырып отырсың, дедім қызымды жақсы білетін болған соң. Анашым, әкемсіз комаға кеткенде қатты уайымдап қысымы көтеріліп, ем алып жатыр. Сіз жақсарасыз ғой, иә? Сіз күресесіз. Сіз мықтысыз ғой, иә? Деп қызым жылап кеудеме басын қойды. Сіз не анаңызды бірден ана жаққа жібергіңіз келіп тұр ма? Мен кірерде не айтып едім? Сіздің мына қылығыңыз не? Олай болса бірден апарып көме сал, деп дәрігер сіркілдеп кіріп келді. Данагүл көз жасын сүртіп, тез орнынан тұрып, анашым, сен күрес, сен бізге керексің деп, тез шығып кетті. Мен дәрігерге қарап, айтыңызшы, жасырмаңыз, мен көтерем, Құрметжанға не болды дедім. Дәрігер ойланып қарап тұрды да, ағай да қысымы көтеріліп құлап қалып, қайта уақытылы дер кезінде көмек беріп инсульт алып қалды. Қазір қозғалмай жатыр деді. Менде не болды? Инфаркт, жүрек талмасы деді. Дәрігер ойлы көзбен қарап, сіз ауруымен күреспей, оған өзіңізді жеңуге жол беріп жатырсыз. Сізге не болды? Неге өмір үшін күреспейсіз? Қараңызшы, балаларыңыз қатты уайымдап жүр. Бұлай болмайды. Күресу керек, деді ашулы көзбен ренжи. Мен тек басымды изедім. Қызым келіп кеткен соң дәрігер ашық айтып, ақыл қосқан соң, мен өмір үшін күресе бастадым. Құдайым шипа беріп, жарты айдан соң аяғымнан тұрып ауруханадан шықтым. Құрметжан ауруханада жатуы керек болды. Оның басына аздап қан кетіп, қозғалуға болмайтын болып төсекке таңылды. Құрметжанның ауырғаны мені ойымды бөлді. Қатты уайымға салынбай бір Аллама сиынып, дәрігерлерге тапсырдым. Үйге шығып келсем, Айна үйде екен. Ол ұлыма қолдау беріп, қасынан табылыпты. Қыз үйде болған соң ата-анасының алдынан өту маған міндет болып, ет жақын деген ағайымыз бен жеңгемді, Данагүлімді күйеуімен ертіп, қыздың үйіне бардық. Айна келетінімізді ескертіп қойыпты, бізді құшақ жая қарсы алды. Айнаның анасы мені бірден танып, қатты құшақтап төрге отырғызды. Мына кереметті қара, отағасы, мен сізге айтып едім ғой. Қасымда босанғанда маған көмектесіп, сосын өзі де бірге еденде босанып қалған апай болды деп. Сол кісі осы. Құдайыма, жалғас менің сүтімде емген балам ғой. Енді өз балам болатын болды, деп жалғасымды құшақтап, емірене сөйді. Айнаның әкесі жалғасқа қарап, осы сендердің балаларыңды есі шыққан дәрігерлер ауыстырып алғандай ғой. Мына бала менің ұлдарыма ұқсайды. Айнам құдашадан айнымайды екен, деп күліп бауырына басып, арқасының қаққанда мен ұф дедім. Пенделер ауыстырса да Аллам әкеліп қосып тұр. Бұл ғажап Аллам ұлық, деді отырған қонақтардың біреуі. Олай ойламаңыздар, Талжан құдағидың өз ұлы, мен өз көзімен ол туғанын көрдім деп, Айнаның анасы сөзімді сөйлеп кетті. Бұл сөзде маған үміт сыйлады. Құдалығымыз ойдағыдай өтіп, құдалар жақ Құрметжанның келе алмағанын түсіністікпен қабылдап, шығарып салды. Құрметжан ауруханадан шыққан соң той жасаймыз деп уәделесіп қайттық. Құрметжан ауруханадан бір ай жатып шықты. Үйге келген соңда күтім керек болып тойға асықпадық. Құрметжан екеуміз де дәріге сүйеніп, емімізді жалғастырдық. Бір кеше Құрметжан маған ойлы көзбен қарап, Талжан, құдаларды үйге шақыршы, жүздерін көріп танысайын. Тойды жасай алмай отырмыз, ұят болды деді. Мен мақұл деп құдалар келер күнін белгілеп, дайындалып жүрмін. Қорқыныш билеп,
Қиналып жүрсем де амал жоқ, шақыру керек. Күндіз түскі асқа шақырдық, құдалар кешікпей келді. Құрметжан бойын жинап тік тұрып, қарсы алып, шамасы жеткенше құрмет көрсетті. 3 қызды да шақырған болатымыз, құдалар да 2 ұлдарын ерте келіпті. Құдалар жақтан құданың бірге туған ағасы, інісі әйелімен болды. Ас жеп, жақынырақ танысып, аздап қалжыңдаса отырып, құда қайтадан: «Ой құда, сіз көңіліңізге алмаңыз. Мен ойлаймын, мына балалар дәрігерлер ауыстырып алмады ма деп. Айна қызым сізден айнымайды, Жарас балам менен айнымайды» деп. Қызып қалған құда ұлымды құшақтап, бетін-бетіне тақады. Құдағи шырылдап: «Олай демеңіз дедім ғой, мен куә, Талжан құдағи ұл тапты. Еденде босанып ұл туады, өз көзімен көрдім» деді. Құрметжан күліп қарап тұрып: «Ауызса да өзіңе ұл болды ғой, қызым маған қыз болды. Күйеу бала демей балам деп бауырыңа бас, мен келін демей қызым деп танимын. Негізі бұлар өмірге шыр етіп келгенде, бізге бала болатыны маңдайларына жазылып келді. Құдайым сол күнге жеткізді» деді. Барлық қонақтар бас изеп қолдау берді. Жақсы кездесу, танысу болып, құдалар сый-сияпаттарын алып, үйлеріне қайтты. Құрметжан бөлмесіне кіріп кетті. Біз дастарханды жинап реттеп, сосын мен де жатын бөлмеме кірдім. Жарықты қоспай ақырын жата қалайын деп едім. «Такошым, жарықты қосшы» дегенде, Құрметжан ентікенде айтты. Тез жарық қосып Құрметжанға қарасам, ауызы бір жағына қисайып, түрі өзгеріп жатыр екен. Тез есікті ашып: «Шалғас, жедел жәрдем шақыр» дедім бақырып. Құрметжан мені қолын бұлғап қасына шақырып, басын ақырын шайқады. Мен қасына отырып едім, қолынан ұстап: «Шалғасым үшін алғысым шексіз. Соңында отым өшпей, мен ұлды болып, мен бақытты болдым» дейді. «Сөйлеме Құрметжан, сөйлеме» деп едім. «Тыңда, сен емес, күнәһар мен ұлды бола алмайтынымды біле тұра саған. Ол мен сені итермелеген. Ол менен сен мені кешір» деді де сылқ ете қалды. Мен айтылған сөзді шынымен естідім бе, әлде қиялға беріліп кеттім бе деп не жылай алмай, не түсіне алмай мелшиіп тұрып қалдым. Ұлым бөлмеге кіргенде не жыларым білмей, не мені мына жерден алып шығарым білмей тұрып қалып еді. Данагүл мені бөлмеден ертіп шықты. Жалғас әкесінің тамырын басып, 2 қыз жылап естері шықты. Дәрігерлерде келіп, Құрметжанның қайтыс болғанын растады. Маған екпе салып ауруханаға алып кетті. Мен өзімді жинап ертеңіне түске жақын үйге келдім. Аллам күш берді-ау деймін. Қиын сәтте бала шағаның қасында болдым. Оның ертеңіне арулап Құрметжанды жерледік. Сонда Құрметжан Жалғастың өз ұлы емес екенін білген бе? Біле тұра бетіме баспаған ба? Ой жаратқан. Жалғасты ұлы емес екенін біліп, сол үшін жақсы көрмеген екен ғой. Ол тек қамқор болды, әрине, әке деген атқа лайық үлгі бола білді. Тек еміренбеді, керісінше, ол бала ғой деп қаталда ұстадым. Сонда сол қаталдығы жек көргендігіме? Шық, ол жек көрмеді. Мен сияқты еркелетпеді. Менді түсіндім. Құрметжанның бір түрлі қылықтарын енді түсіндім. Ол ұлым деп қабылдағанмен, ұлына деген махаббаты менікі сияқты ашылмады. Ұлды бола алмайтынын нақты білген, анықтаған. Мен ұл әкелгенде амал жоқ көнген. Сонда расымен кім күнәһар? Мен бе, Құрметжан ба? Екеуміз де. Мен арамдыққа бардым, ал Құрметжан қолдады. Обалды болған Айнаның ата-анасы әрі қарай не болар екен деп көп ойландым. Әрі қарай ештеңе де өзгермеді. Айнаның ата-анасы тамаша жандар, ойларын ашық айтады екен де, сосын кек санамайды екен. Ұлыма той жасай алмадық, Айнам торсықтай ұл тапты. Біз құдалармен араласып кеттік. 3 қызым да бақты, қолдары қалт етсе келіп тұрады. Данагүлім көбірек келеді, кейінгі 2 қызым өте бауырмал. Олар Данагүлдің көңінен шығып отырады. Осы бала шағамның күтімімен міне 84-ге келдім. Ұлым Жалғаста 2 ұл, 2 қыз бар. Анамның ата-анасы да аман сау, інілері де отбасылы. Құдам еш уақытта Жалғасты күйеу балам деп атамайды. Құдам өзі балам деп бауырыңа бас деген, Жалғас балам деп, ермен де балам деп таныстырады. Сырт адам Жалғасты нағыз ұлы деп қабылдайды.
Мен де Айнаны қызым екенін біле тұра қызым деп аузымды толтырып айтып бауырыма басам. Солай өмір сүріп келем. Мен жалғасымды ата-анасынан айырып, өзіме ұл қылсам да Құдайым өзі Айна қызыма қосып, оларды да мені де табыстырды. Жалғасым көп балалы отбасы болып, ұлының алды отау тігіп үйледе болды. Мен шөбереде көрдім. Осынша ұзақ ғұмыр сүріп, өз қателігімнің азабын арқалаумен келемін. Соңғы кезде кіресілі шығасылы есімнен тағы да қателік жасап қоймас үшін жазғызып сыр шерттім. Алла маған айтуы мүмкіндік бергеніне ризамын. 84 аз жас емес. Көп нәрсе ұмытып қала берем. Кеше болған, тіпті таңертең болған жағдайды ұмытып қалып, ойланып отырып қалам. Ал осы сыр көкіректе сайрап тұр. Ұмытылмайды, өшпейді. Әбден қартайғанда алжып қалып, айтып отырмасам болды. Құдайым содан сақтасын деп жазғызып, кеудемнен шығарып тастағым келді. Алып қалып айтып қойсам, отбасым осы сырды оқып кешіресіздер. Дәрігер Әлия Серікқызынан басқа жан адам білмеген сырымды өзім аштым. Әлияны мен сол жағдайдан соң көрмедім. Ол кісі басқа емханаға ауысып, біз жүздесе алмадық. Ортақ таныстардан халін ара тұра біліп жүрдім. Ол да ар азабымен жүрді ме білмеймін, өмірден ерте кетіпті. Алдағы уақытта маған қандай мүмкіндік берері бір Аллаға аян. Негізі бұл айтылмай кететін сыр еді. Мен жария қылдым. Бойымнан үлкен жүк түсіп, шеңілдегенім анық. Өмірде мұндай сырды арқалап жүрген жандар бар. Сіздер де кездестірген боларсыздар. Менің ойым болашақта осындай жағдай болмас екен. Біз жасаған қателікті жас ұрпақ жасамаса екен дегім келеді. Әр нәресте өз отбасына бақыт сыйлап, әр атана бар ұрпағына риза болсыншы. Біз пенде маңдайға жазғанды өзгертеміз деп ойлағанмен, тағдырдың өзгермеуін Аллам өзі шешеді екен. Менің жағдайымда оң жаққа шешілді. Бірақ бәрібір ар ұятыңды оятып, ішіңді күйдіреді екен. Сонымен алысып, мен қартайдым. Кейде ойланып жатып, мен тағдырымды өзгертпедім. Керісінше, маған солай жасауым керек болған шығар. Қыздарының бақыты үшін берілген өмірім шығар. Ұлды болмасам, қыздарым әкем ерімін көрмес педі. Дегенмен мен күнәға батқанда жамын. Аллам өзі берер жазасын, азапты арқалап келемін ғой. Оны түсінер жан бар ма? Ұлық Аллам өзі шешер деп те ойланамын. Сіздер қалай ойлайсыздар, тыңдармандар? Ұрпағым мені кешіреді деп үміттенемін. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көп рахмет.